Балаңызды қорғаудың 7 ережесі. Бірінші, балаларды өзге адамдармен қалдырмау, туысыңыз болса да. Екінші, іш киім ережесі туралы түсіндіру. Баланы 1,5-2 жасқа дейін анасынан басқа ешкім жуындырмау. Анасы жуындырар, шешіндірер кезде баланы жұлқып емес, рұқсат сұрап, келісімге келіп істеуі керек. 2 жастан кейін бала жеке бас гигиенасын өзі қадағалап үйренгені жөн. Балаға жыныс мүшелерің тек сенікі ғана, өзге адам ұстамауы керек дегенді ұғындыру. Үшінші, далаға ойнауға кеткенде, сыртқа шыққанда қауіпсіздік туралы қайталап айту. Мысалы, таныс емес адам шақырса, барма. Ол жүзі таныс адам болуы да мүмкін. Өзге адаммен жабық жерлерге, лифт, подъезд, кірме. Не түсінгенін сұрау. Бала ұмытып кетпес үшін әрдайым құлағына құйып отыру. Төртінші, балаңыз интернеттен не көретінін, кімдермен сөйлесетінін рұқсатымен бақылау. Интернетке шектеу қою. Бесінші, бала күрт өзгерсе, сөйлеспесе, жуынбаса, еш нәрсеге зауқы болмаса, күйзелісте жүруі әбден мүмкін. Тұйықтығының себебі неде? Сыр тартып, жаймен сұраңыз. Айталмасаң, жазып жібер, ымдап көрсет деп бірнеше нұсқа ұсыну. Балаңызды қандай жағдайда да қорғайтыныңызды ұғындыру. Алтыншы, шынын айтқанда ұрыспаймын деп уәде беру және міндетті түрде уәдеде тұру. Баланы кінәламау. Жетінші, баланың жан дүниесіндегі сырын бөлісетін адам болу. Сенім көпірін орнату. Мысалы, отбасы мүшелері кешкі дастархан басына жиналып бір-бірінен бүгін күндерін қалай өткізгенін, не сезінгенін, осы аптада бір-біріне